Қазақстан сан түрлі мәдениет пен дін өкілдерінің ортақ шаңырағы. Конфессияаралық келісімнің отаны ретінде әлемге танылған мемлекет. Бұл жоғары баға кездейсоқ емес. Тәуелсіз алған сәттен бастап, еліміз діни сенім бостандығын құрметтеуді, кез келген адамды дүние танымына қарай бөлмей, азаматтық бірлікті басты құндылыққа айналдырды. Конституцияда бекітілген зайырлы қағида діни ұйымдардың еркін дамуына мүмкіндік беріп, қоғамның тұрақтылығын қамтамасыз етіп отыр. Қазақстанда ислам, православия, католизм, протестанттық, иудаизм, буддизм және өзге де діни конфессиялар бейбіт өмір сүріп келеді. Әрқайсысы ел дамуына, қайырымдылық пен рухани жаңғыруға өз үлесін қосуда. Әлемдік және дәстүрлі дін көшбасшылары съезінің Астанада өтуі Қазақстанның жаһандық диалог орталығына айналғанының айғағы. Бұл форум тек ел ішінде ғана емес, халықаралық деңгейде өзара түсіністік пен сенімді нығайтуға қызмет етеді. Ұлттық дәстүр, көршіге құрмет, үлкенді сыйлау сияқты халықтың тереңнен тамыр тартқан құндылықтары да конфессия аралық татулықтың берік іргетасы. Бейбітшілік пен келісім сырттан таңылған саясат емес, қазақ қоғамының өмір сүру мәдениеті. Сондықтан Қазақстан бүгінгі әлемдегі тұрақсыздық күшейген кезеңде үлгі боларлық тәжірибеге ие. Қоғамдық келісімді сақтау әр азаматтың ортақ жауапкершілігі. Осы құндылыққа адал елді ертеңге нық бастайтын ең жемісті жол.